Жан айғайыңызды жағадағылар ести қалса, 112 нөмірлі жедел құтқару бөліміне хабарласа. Дежурное подразделение, вы 101 человек, Рамсторовский мост, как приняли? Біз әрине суға батып бара жатқан адамды камераға түсіріп қарап тұрмаймыз. Бұл арнайы түсіру тобы үшін ұйымдастырылған жағдай. Бүгін біздің нысанада елордалық құтқарушылардың бір күндік өмірі. Апат айтып келмейтіні де, оқыс жағдай кезіндегі құтқару қызметінің қалай әрекет ететіні де белгілі. Алайда олар құтқарып батыр болуды көздемейді. Мақсат апатты болдырмаудың жолын іздеу. Бірінші, демалыс аймағында жүзуге рұқсат берілгенін анықтап алыңыз дейді құтқарушылар. Суға түсуге тыйым салынған аймақтар қауіпті. Әдетте шомылуға болатын пункттерде арнайы құтқару жасақтары орналасады. Қоянды су қоймасында осы жерде жаңа Трикпескария дейміз. Сол жерлерде біздің постлар бар. Қазіргі кезде 2 посты орнатылған. Сол жерлерде 10 шақты адам біздің құтқарушылармен құтқарылды. 500-ге адам ескертіліп, олар сыртқа шығарылды. Екіншіден, ешқашан масаң күйде суға түспеңіз. Статистикаға сүйенсек, суға батып қайтыс болғандардың 80% алкогольді ішімдікті пайдаланғандар. Қайтыс болған кісілердің көбісі жаңағы ішімдік ішіп, жаңағы басқа дұрыс жерлермен жүрмегеннен қайтыс болып отыр. Және де бізде білесіздер балықшылар бар. Балықшылар жаңағы балық аулап, жаңа жилетсіз, басқа да суға түсетін құрал жабдықсыз түсетті, әрі қарай өздерін көтере алмағандықтан жаңа суға бату деректері орын алды. Үшіншіден, құтқарудың да жолдарын біле жүргеніңіз абзал. Ескерсеңіз, жақыныңыздың жазым болуына жол бермеуіңіз мүмкін. Суға батып бара жатқан адамның артынан келу керек. Әйтпесе ол жаңа сіз келе жатқаныңызды көріп, сізді ұстап алса, ол жібермейді, сонымен бірге батып кетуіңіз мүмкін. 2 минутқа деп қалмаса, баланы адамды алып шығу өте жарай ма? Егер құлап кетсе, сіз оны құтқармайсыз ғой. Төртіншіден, балалар қауіпсіздігін басты назарға алыңыз. Арнайы баллон немесе желетсіз суға жақындатпаңыз. Елорданың ең әдемі бөлігі саналатын осынау Есіл өзені былтыр 19, биыл 4 адамның өмірін жалмап үлгерген. Бұған кінәліні іздеп жатпайсыз, себебі сіз де, біз де мәселенің неде екенін жақсы білеміз. Сондықтан өз өміріңізді өзіңіз қолға алыңыз. Суда жүзу ережесін, қауіпсіздігін ескеріңіз.